Британия ғалымдары Абердин университетінен және ақш ғалымдарымен бірге пингвин неге ұшпайтынын зерттеді. Уақыт өте келе олар ұшпаудың себебі эволюция оларды ұшырмай тастады. Көп энергия құртатын болды. Оның орнына судың астына балық аулайды. Оларға тереңде балық аулау өте ыңғайлы болды. Сондықтан олар ұша алмай қалды. Олар динозаврлар кезінде ұшып білген. Бірақ Коннектикуттағы Дэниел Хепканың айтуынша, динозавр жойылғаннан кейін пингвиндердің өз ұшуын көп ұзамай жоғалтты. Олар теңіздер мен мұхиттарға бейімделу үшін қанаттары қысқа және қатты болып өзгерді. Онымен қоса олар тереңдікте жақсы жүзе бастады. Бұлшық еттері қатайды, денелерінде жаңа қабат пайда болды. Пингвиндердің саны да өсе бастады. Өтініш біліп жүремінге жазылып қойыңыздаршы, қызыл болып тұрса, және бір ғана лайк басып қойыңыздар болды. Мен қатты бақытты боламын. Зоологтар түсінгісі келді. Пингвиндерде қанаты өте жақсы, бірақ неге ұшпайды деген сияқты. Пингвиндер өкінішке орай көптеген жануарлардың құрбаны болады. Әрине, ол биіктікке ұшпаудың кесірі. Біліп жүремін де БЖ деген плейлист бар. Видеоның астына әрі видеоның соңында сіздер көресіздер. Өтініш соған көшіп, өзіңізге ұнаған видеоны көріңіздерші. Мен қатты қуанамын.